Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Мен 1989 жылғымын, отбасылымын, 5 жасар ұлды тәрбиелеп отырмын. Ата-енем қайныммен тұрамын. Өзім бір үйдің еркесі болдым. Қыз кезімде көп қыдырып жігіттермен жүрдім. Дискотека, отырыстарды жібермейтінмін. Қасымда құрбым бар, көрші өстік. Бала кезден доспыз. Екеуміз қайда жүрсек те біргеміз. Ол бірақ маған қарағанда ұсқынсыздау, жігітпен жүрмейтін сондай қыз болды. Сөйтіп шағын ауыл болса да жүріп біраз нәрсені көріп қалдым. Ішу, шегу, жігітпен жату деген жоқ бірақ. Мектепте алдыңғы қатарлы қыз болдым. Жоғары кластың жігіттері мені ұнатып, соңымнан қалмайтын еді. Бірнешеуімен мектеп бітіргенше жүріп те шықтым. Сосын қалаға кеттім. Әлгі құрбыммен бір үйді жалдап тұрдық. Осылай қалада да жалғаса берді. Бір күні намаз оқитын жігітке тап болдым. Ол жігіт мені ұнатып қалып, сонымен жүріп кеттім. Көп нәрсені үйретті, түзу жолға салды. Бір жыл жүріп қосылып қойдық. Екеуміз үйленетінімізге сенімді болдық. Намаз оқитын болған соң мен де оған қатты сендім. Оның бір жақын досы бар еді. Ол үйленген, балалары бар болатын. Сол жігіт өртте қатты күйіп қалып қайтыс болды. Сосын менің жігітім оның жесірі мен балаларын жетімсіретпейін деп, сонымен некеге тұрып үйіне кіргізіп алды. Маған бәрін досым үшін істедім, солай болу керек, екінші әйелім боласын, сені тастамаймын, жақсы көремін деді. Бәрін жеңіл-желпі ойлай салады екен. Оған қой дедім. Хабарласпай жоқ болып кеттім, жылап, сағынып біраз қайналдым. Бірақ жігіттердің назары өзіме көп болса, тез ұмытады екенсің. Тағы баяғы күніме бастым. Қаңғу, көшеге шығу, жігіттермен жүру. Қыз болмаған соң қалап тұрасың, бірақ өзімді ұстайтын едім. Содан оқуды бітіріп ауылға келіп жұмысқа тұрдым. Ауылда да сол өмір. Жұмыс біткен соң бойдақ қыздар болып жиналып у-шу, әңгіме, кафе, би деген сияқты. Сөйтіп жүргенде ауылдас баламен таныстым. Ол Астанада оқыған, қалада жұмысы бар. Менен 5 жас үлкен жап-жақсы жігіт екен. Соны қаратып алдым өзіме. Жүре бастадым. Телефонға маза жоқ. 7 сайын мен үшін келеді ауылға. Кейде мен барамын оған қалаға. Қыз емес екенімді айтып едім, ол жеңіл қабылдады. Онда тұрған түк жоқ. Қазір қыз деген жоқтың қасы ғой, деді де қойды. Содан оған деген сезім пайда бола бастады менде. Біз 1 жылдан аса жүріп отау құрдық. Ол болса қалада, мен ауылда ата-ененің қасында. Қасына шақырмады, өйткені үйіміз жоқ қалада. Өзі біреудің үйінен бөлме жалдап тұрады. Енем де барма, ақшасын жисын, күйеуіңді көрмесең өлесің ба? Жұрттардікі айлап жылдап жұмыс кезіп жүреді. Біздікі қайта келіп тұрады 7 сайын деп ұрсып алды. Жарайды дедім. Міне сонымен ұлым қазір 5-ке келді. Күйеуім де әлі ақша жетпейді пәтер алуға. Жалдайық десем жынданады, отыр, су шықты ма астыңнан деп айқайға басады. Амал жоқ, отырмын. Бұрындары аптасына келетін еді, қазір өзі біледі. Айына бір келеді, кейде 2 айда бір келеді. Мен де ұлымды ертіп барып тұрамын анда-санда. О баста сағынып, іздеп, күтетін едім, қазір ондай жоқ. Түк сезім жоқ оған. Жақсы көрмейтінімді біліп жүрмін. Кәдімгідей алыспын, суып қалғанмын. Көргенде жай ғана амандасып қоямыз. Оның басқасы бар екеніне сенімдімін. Ажырасып кеткім-ақ келеді, бірақ ұлым үшін әзірше шыдап жүрмін. Өзім жұмыс жасаймын. Өзіме жетеді тапқаным. Жолдасым дым бермейді. Жинап жатырмын, депозитке салып жатырмын дейді. Қазір тіпті сұрамаймын, өзі білсін. Отбасы сияқты емеспіз. Мен әншейін ұлының мамасымын. Ата-енеме қызмет қыламын бірақ. Бұрынғы достарыма қайта қосылдым. Баяғыдай күнде емес, мейрамдарда, демалыстарда бір шығып сергіп тұрамыз. Жұмыстан ерте шықсам солармен жүріп қаламын біраз. Өзімнің бұрынғы бірге өскен құрбым әлі тұрмысқа шыққан жоқ. Сонымен күштіміз әлі. Ол әп-әдемі болып кеткен қазір. Мен шаңына татымай қалдым. Мент бір жігіті бар екен, сонымен таныстырды. Жігіті де әп-әдемі.
Бір отырыста сол жігіттің жолдасымен бірге отырдық. Ішінде біреу ұнап қалды. Оған да мен ұнаппын. Звондап жүрді, үйге әкеліп тастап жүрді. Бірақ күйеуім бар десем де дым да қылмайды дейтін. Мен де жындымын, сонымен кездесіп жүрген секілді болдым. Ол отбасылы екен. Онымен төсектес болып қойдым. Үйге дым болмағандай келдім. Біртүрлі екен. Ондайға да үйрендім. Әйелінен айыру ойымда жоқ. Тек анда-санда кездесіп көңіл қосу. Бары сол ғана. Оның да мені ажыратуға деген ойы жоқ. Бәрі жасырын. Содан 8 наурыз күні қалаға күйеуіме баратын болдым. Демалысты соның қасында өткізем деп ойладым. Бірақ ол аяқ асты жұмысқа шығып маған қайт деді. Ашуланып ауылға келдім. Жаңағы құрбыма бардым. Кешке кафеге шығамыз, мейрам ғой, біздің үйге қона кетерсің. Бәрібір қалада деп ойлайды ата-енең дегесін келістім. Кафеге бардық, отырдық, іштік, көңілдесімді күтіп едім, келмеді. Кафе жабылғасын бәріміз құрбымның жігітінің үйіне бардық. Сонда жалғастырдық. Ұйықтап қалғанмын сонда. Ертесіне есімді жисам, жалаңаш жатырмын, құрбымның жігітінің құшағында. Күйеуіме ашуланып бекер ішіппін. Есімде түк жоқ. Дереу киініп кетіп қалдым. Демалыс тып-тыныш өтті. Құрбым да хабарсыз, мен де солай. Содан жұмысқа шыққанда құрбым келіп быт-шытымды шығарды. Мен сол түні өзім жабысыппын ол жігітке. Құрбымды тыңдамай біраз сөз айтыппын. Ол ренжіп кетіп қалған. Ана жігітте мен де есімізді білмейміз. Болдыңдар ма деп сұрағанда құрбыма жоқ дедім. Жігіт те солай депті. Енді ол жігіт менің көңілдесіме бәрін айтқан. Екеуі бірігіп мені мазақ қылып жүр. Неше түрлі SMS-тер жібереді, көргенсіз видео суреттер жібереді. Осылай істейік деп алма-кезек екеуінің айтпайтыны жоқ. Сыйламай кетті. Көңілдесім, егер менімен кездеспесең, суреттеріңді күйеуіңе жіберемін деп қорқытады. Мен амал жоқ кездесіп жүрмін. Құрбым араласпай қойды. Байымның түрі анау. Түңіліп жүрмін. Ұлымның бетіне қарауға ұялам. Өзімді лас сезінем. Жолдан тайып кеттім осылай. Бәрің мені жазғырасыңдар. Өзіме де сол керек. Тыныш жүргенімде ғой, бәрі басқаша болар ма еді. Баяғы намаз оқитын жігіттің екінші әйелі бола салатын кісімін. Мүлдем басқа тағдыр күткен шығар ол кезде. Өзім кінәлімін бәріне. Намазға жығылғым келеді, бірақ кешірілмес күнәларды үсті-үстіне жасап қоя беремін. Қалай дұрыс жолға түссем екен?